Армысыздар қызғарақты көрермен, бүгін сіздермен бірге Екінші бүгін біз сіздермен бөлшек рационал теңдеу түрлерін қарастыратын боламыз және де қысқаша есептер шығаратын боламыз. Ал ендеше біз сабағымызды бастаймыз, кеттік. Ең алдымен біз бөлшек рационал теңдеу дегеніміз бұл алымы мен бөлімі бар теңдеу, яғни px және бөлімдегі qx тең 0 түрінде болатын теңдеуді айтамыз. Бұл жерде бізде қарастыра кететін ең маңызды ереже бөлімі ешқашанда нөлге тең болмайды және болмау керек. Бұл бізде маңызды ереже. Біз сол себепті бөліміне ммж қарастырамыз. Ммж дегеніміз мүмкін мәндер жиыны дегеніміз. Ендеше бастайық. Ендеше кеттік. Ммж бізде мысалы бізде x дегеніміз бізде алымы бар. Бізде qx'іміз бізде бөлім. Бізде бұл деген былай жазылады. px qx тең болады бізде 0. Біз бұл жерде px'імізді 0 деп қарастырамыз, ал біз qx'імізді тең емес 0-ге деп қарастырамыз. Бұл бізде заңдылық. qx'імізді тең емес 0 деп қарастырғанымыз бұл бізде ммж-ны береді. Ммж дегеніміз мүмкін мәндер жиыны. Ал енді есеп шығарып, бізде бірінші мысал. Бірінші мысал қарастырайық. Бірінші мысал. Бұл бізде x квадрат азайтылған 9. X азайтылған 3-ті бөлеміз. Бөлім екен. Бізде бөлімі x азайтылған 3. Бұл біз жаңа тең 0-ге. Біз жаңа айтқанымыздай үстін x квадрат азайтылған 9 тең 0-ге деп қарастырамыз, ал бөлімін x минус 3 тең емес 0-ге. Бізде бұл жерде x тең емес, сонда 3-ге. Ана теңдіктің келесі жағына минус 3-ті өткізерім, сол кезде x тең емес 3-ге болады. Алынан шығаратын болсақ, x квадрат тең 9-ға, теңдік екінші бетіне өтсе плюс болып өтеді. Енді сол кезде біз екі жақта да түбірдің астына алып жүретін боламыз. Сол кезде бізде x-іміз тең болады плюс минус 3-ге. Енді бізде x-іміз плюс 3-ге тең болмағандықтан, біздің жауабымыз сонда, көшеттің жауабы сонда бізде болады x тең болады минус 3. Егер x-іміз 3-ге тең болатын болса, бізде мына есептің жауабы шықпай қалады. Бөлімі 0-ге тең болып қалады. Енді екінші мысалды қарастырайық. Бізде x квадрат азайтылған 4x қосылған 3 бөлімінде x квадрат азайтылған 1 тең 0. Дәл жаңағыдай x квадрат азайтылған 4x қосылған 3-імізді тең 0-ге теңестіре аламыз. Біз бұл жерден біз дискриминант қарастыра аламыз. Дискриминант қарастыратын болсақ, бізде 4-дің квадраты 16, азайтылған 4 көбейтілген асы бізде a-мыз 1-ге, с-іміз 3-ге тең. Демек бізде 16 азайтылған 12. Бұл сөздерде бізде 4-ге тең болады. Енді x1 және де 2-ні табайық. x1, x2-ні табу формуласы бізде минуспы, бізде минуспымен болса, минуспен плюс 4, плюс минус түбір астындағы дискриминант бізде 4. Бөлінген 2a, a-мыз бізде 1-ге тең. Осыған қарастыратын болсақ, бізде минус пен минус жойылып кетеді, сол кезде 4 болады. Плюс минус 4-тен 2 шығады, ал бөлімде 2. Енді плюсын қарастыратын болсақ, бізде
Косуп экиге бөлсек 5 болот, азайтып экиге бөлсек 1 болот. Бизде x'in жооптары 1 менен 3 болду. Ал энди бөлүмүн карастырабыз. Эми бөлүмү бизде мымыжа караштыруу керек болот. X квадрат азайтылган 1 тең эмес 0-ге. Бул бизде мымыжа. X квадрат тең 1-ге. X'imiz сонда тең болот плюс минус 1-ге. Сонда бизде жок, тең эмес дейбиз. Бул жерде тең эмес. X'imiz плюс минус 1-ге тең эмес. Демек бизде мына жердеги мына чыккан жооптарды бирде алмайт болобуз. Демек бизде бул жерде жообу X'imiz тең болот 3-ге. Бул биздин мисалдар болот. Ал эми келесі есеп шары енді есеп шығаратын болсақ бізде бұл жақшада 5x азайтылған 7 бөлімінде x азайтылған 3 тең болады 4x азайтылған 3 бөлінген x. Енді біз теңдіктерді пропорция ретінде қарастырайық. 5x азайтылған 7 көбейтілген x тең 4x азайтылған 3 екінші жақша x азайтылған 3. Енді осыны ашатын болсақ 5x квадрат азайтылған 7x тең болады 4x квадрат азайтылған 12x азайтылған 3x және де қосылған 9. Енді осыны шығаратын болсақ 5x-ің квадраты азайтылған 7x 1 мәнділерді қосып азайтып жібереміз. X квадрат азайтылған 15x қосылған 9. Енді теңдікті бір жаққа шығарайық. Мына жақта былай қарай көшірейік. 4x квадратты өткізетін болсақ 5x квадрат азайтылған 4x квадрат азайтылған 7x мына 15-ті минус 15 өткізсін плюс 15 болады 15x 9-ымыз минус 9 өтіп 9 тең 0-ге. Бұл жерде бізде x квадрат азайтылған жоқ қосылған 8x азайтылған 9 тең болады бізде 0-ге. Енді бұл жерден біз қарастырасақ, бұл жерде бізде бетпен қарастырсақ, бізде бұл жерде минус 9 бен 1 болады. Енді мымыжалап, мымыжалатын болсақ, бізде мымыжымыз қарастыратын болсақ, x азайтылған 3 тең емес 0-ге, x-іміз тең емес 0-ге. Сонда x-іміз тең емес 3-ге, x-іміз тең емес 0-ге. Бұл жерде бізде мымыжымыздың жауабы, ал мына бізде x-ің жауабы. Бұл жерде бізде жауабымыз тең болады екен минус 9 бен 1. Ал енді келесі есеп шығарайық. Бұл жерде бізде x-тан 1 азайтылған 2x бөлінген x плюс 1 тең 0-ге. Бұл жерде біз не істейміз? Ортақ бөлім беретін боламыз. Ортақ бөлім беретін болсақ, мына жаққа x плюс 1-ден, мына жаққа x-тан болады. Демек бізде x плюс 1 көбейтілген 1 азайтылған 2x квадрат болады. Бөлімінде бізде x жақша x плюс 1 болады. Тең 0-ге. Бірден мымышын қарастырсақ, тек x плюс 1 тең емес 0-ге. X-іміз тең емес 0-ге. X плюс 1 тең емес 0-ге. Сонда x-іміз тең емес болады минус 1-ге. Бұл бізде мымыжа. Мымыжаны сақтап қойып. Мымыжады. Так, енді мына теңдігіміз шешейік. Үстін 0-ге теңестіріп алсақ,
Bize 1'ge x+1'di köpeytsek, x+1 ne bolýar? x+1 azaytman 2x kvadrat teň 0'ga. Endi -1'ge köçürýän bolsak, -1'ge şu bize bize boldy sonda 2x kvadrat azaytman x azaltgan 1 teň 0'ga. Endi diskriminantlar berетін bolsak, 1'ниň kvadraty azaytylgan 4 köpeytilgen 2 köpeytilgen -1. Bu bize teň bolady. Jabamyz 9. Endi x tak x 1'di taýyk. 0 taban bolsak, -1 bolsa bize bumyz -1'ge teň. Demek bize 1 plus plus karastyrgan bolsak, diskriminantdan bize 9 bilen töweresi 9'dan 3 çap bölüngen 2a bolsa bize bul jerde 4 bolat deň söz. Demek bize 4 bölüngen 4 teň 1. Bize birinçi çap bolsa. O x ýekimizi tapady bolsak, 1 azaytylgan 3 bölüngen 4. Demek -2 bölüngen 4 teň -2'den 1. Şunda biziň x'niň jogaplary bolady bize x teň -2'den 1 de 1. Osman bugünkü biziň sabagymyz osman tamam. Bugün biz rasional teňgeýlerde öýrendik. Şeýle kısaça esepler çykartdyk. Kelesi кездескенче sag bolňyzlar. Biz hiç kaçan korkmaspaýmyz.